Назарбаев сотқа жүгініп $75.000 талап етіп отыр. Назарбаев қоры ақш сотына жемқорлық және ұйымдасқан қылмысты зерттеу орталығы ОЦЦР мен Open Democracy-ға жала жапты деп айыптады. Бұл туралы власть.кз хабарлайды. Бұған дейін ұйымдар Нұрсұлтан Назарбаев негізін қалаған компанияның $7,8 миллиард активтеріне иелік ететінін мәлімдеген болатын. Қор журналистерден $75.000 көлемінде өтемақы, сондай-ақ сот шығындарын өтеуді талап етіп отыр. Open Democracy бас редакторы Питер Гоген сот процестері басылымға ондаған мың фунт стерлингке түскенін айтты. Оның айтуынша, бұл сот ісі тәуелсіз журналистің аузын жабуға жасалған ашық әрекет. Біз шағын коммерциялық емес медиа ұйыммыз. Оған бай және қуатты ұйым қоғамдық мүдде саласы деп сипаттағанымыз үшін шабуыл жасады, дейді ол. Сыбайлас жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысты зерттеу орталығының негізін қалаушы Дрю Салавен қазірдің өзінде олардың орталығы Назарбаев қорына қатысты жүргізген тергеудің растығын толық дәлелдеуге дайын екенін білдірді. Естеріңізге сала кетсек, 2022 жылдың қаңтар айының соңында ОЦЦРП қазақстандық власть басылымымен және Қырғызстанның Клоп басылымымен бірлесе отырып Нұрсұлтан Назарбаевтың 4 қайырымдылық қоры туралы айтқан мақаласын жариялаған болатын. Материалға сәйкес, бұл ұйымдар $7,8 миллиард активтерін бақылайды және Қазақстанның бұрынғы президенті оларды бақылап шешім қабылдай алады. Осылайша журналистер Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің қоры Назарбаев туралы фильм түсіру үшін $7 миллион төленгенін анықтады. Назарбаев қоры хабарлағандай, олардың ұйымына қатысты ОЦЦРП журналистік зерттеуі дұрыс емес екенін айтты. Олардың өкілі Және Тұрарбекованың айтуынша, бұл олардың қоры тек университеттер мен мектептермен ғана айналысады.